Сабақ тақырыбы бактериялардың маңызы. Ғаламшарда бактериялардың кездеспейтін жері жоқ. Көп мөлшерде топырақтың 15 см жоғарғы қабатында, ал аз мөлшерде ауада 5 км-ден жоғарыда кездеседі. Бактериялар өлі әрі тірі ағзалардың жабынында, топырақтың терең қабаттарында, мұхит түбінде, ыстық су көздерінде және мұз бетінде табылған. Тәжірибеде жердегі бактериялар ғарыш кеңістігінің 200 градустан төмен суығына төзген. Маңызы бойынша пайдалы және зиянды деп бөлуге болады. Оларды кеңінен қарастыратын болсақ, ғаламшардағы алғашқы тірі ағзалар бактерия болғандықтан, олардан эукариотты жасушалар, яғни барлық бір жасушалы тіршілікке бастама берген. Сондықтан оларды тіршіліктің ежелгі ата-бабасы деп айтуға болады. Бастапқыда әртүрлі прокариоттар бір жасушаға бірігу нәтижесінде эукариоттар пайда болған деген гипотеза бар. Яғни симбиозға кіріп, кейін мамандандырылып, бір жасушаның органоидтарына айналған. Алғашқы фотосинтездеуші бактерияларға байланысты жерде оттекті атмосфера қалыптасты. Олар бейорганикалық заттардан органикалық заттарды түзген. Одан кейін барып өсімдіктер пайда бола бастады. Жансыз табиғаттан кейбір элементтерді сіңіруге қабілетті ерекше бактерияларға байланысты барлық тірі ағзалар оларды алады. Тіршілікке қажетті элемент азот, онсыз нәруыздар, нуклеин қышқылдары түзілмейді. Бұршақ тұқымдас өнімдерінің тамырында тіршілік ететін пайдалы бактериялар олармен селбесіп тіршілік етеді. Шіріткіш және топырақ бактериялары тіршілігін жойған ағза қалдықтарын жойып, оларды қарашірікке айналдырады. Бактериялар мен зең саңырауқұлақтары болмаса, ғаламшарымыз өлекселермен, өсімдіктен қалған қалдықтармен толып кетер еді. Жерде тіршілік етуге жарамсыз болар еді. Сүт қышқылы бактериялары және кейбір саңырауқұлақтар көптеген тамақ өнімдерін өндіру кезінде қолданылады. Олар айран, қымыз, ірімшік, құрт, йогурт, ашыған қырыққабат, сүрлеме жасау кезінде жем-шөп өндіруде қолданылады. Бұл бактериялардың қасиеті қышқыл сүт өнімдерін ашытады. Сірке қышқыл бактериялары шарап және түрлі маринадтар жасауға қолданылады. Сірке қышқылы бактериялары шарапты ашытады және сірке суына айналдырады. Және көптеген ауру тудыратын бактерияларды келесі сабақта қарастырамыз. Бірінші тапсырма бойынша сәйкестендіру. Тапсырма жауабын бірге тексерейік. Фотосинтездеуші бактерия бейорганикалық заттардан органикалық заттарды түзейді. Азот фиксациялаушы бактериялар бұршақ тұқымды өсімдік тамырымен селбесіп пайдасын тигізеді. Шірітуші бактериялар өлі ағза қалдығын жойып қарашірікке айналдырады. Сүт қышқылы бактериялар тамақ өнімдерінде қолданылады, лактозамен белсене араласады. Сірке қышқыл бактериялары шарап, маринадтар жасауға қолданылады. Екінші тапсырма бойынша төменде берілген керекті сөздерді қолдана отырып, сөйлемді аяқтау. Тапсырма жауабын бірге тексерейік. Бактериялар ең көп топырақтың 15 см жоғарғы қабатында кездеседі. Ауада бактериялар 5 км-ден жоғары азаяды. Бактериялар 100 градус ыстықта, мұзда, ғарыштың суығында тіршілік ете алады. Бактерияларды пайдалы және зиянды деп бөледі. Сүт қышқыл бактериялар айран, қымыз, ірімшік, йогурт, құрт жасауда қолданылады. Бактериялар жердегі алғашқы тірі ағзалар болып табылады. Фотосинтездеуші бактериялар оттекті атмосфераны қалыптастырады. Азот сіңіретін бактериялар бұршақ тұқымдас өсімдіктерде тіршілік етеді. Шіріткіш бактериялар заттар айналымын қамтамасыз етеді. Сірке қышқылы бактериялары сірке суын өндіруде қолданылады.
Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.